Алаңда Диас Төлеу жарақат алып қалған сияқты, алаңға жатып алғанда көрдік бірден. Және өзгерт былайда жасай алам дейді. Ал Диас Төлеу болса әлде алаңда. Диас Төлеу бір ауыр соқ қалғандай. Қазір дәрігер Диастың хал жағдайын тексеріп жатыр. Және өзі алаңнан кете алмайтындай, басынан соқ қалып қалғандай қазір. Құлағында уқалап бергенде көріп отырмыз. Басынан ауыр соқ қалып, қазір басы шайқалып, жүрек айнып тұрғандай. Алаңға дәрігердің көмекшілері шықты. Қазір Диасты көтеріп алып кететіндей көрініп тұр алаңнан. Өте өкінішті. Диас егерде шынымен де басынан жарақат алса, бұл жоқ дегенде 2 апта бірден алаң жиегіне емес, дәрігерлерге қарай алып кету керек дейді. Алаң жиегінде жедел жәрдем көлігі бар екенін де білеміз.